Саламатсыздарбы окуучулар, бүгүнкү биздин тақырыбымыз дұрыс және жай бұрыс жай бөлшектер. Енді қараңыздар. А бөлінген Б түріндегі жай бөлшек берілді делік. Мұндағы А саны бұл бөлшектің алымы деп аталады. Бөлшектің алымы. Ал Б санымыз ол бөлшектің бөлімі деп аталады. Бөлімі деп аталады. Енді қараңыздар. Мысалы 5-тен 4. Бөлшектің алымы 4-ке тең, бөлімі 5-ке тең. Біз бұған дейін таныспыз бөлшектермен. Немесе қараңыздар, 7-ден 8, немесе 13-тен 12, немесе 9-дан 10 деген жай бөлшектер көрші. Енді қараңыздар, осы жердегі дұрыс бөлшек және бұрыс бөлшектер бар. Яғни қараңыздар, бөлшектің алымы бөлімінен үлкен болатын болса, онда ол бұрыс бөлшек деп аталады. Мысалы, біздегі 7-тен 8, 9-дан 10 бөлшектеріміз олар бұрыс бөлшектер. Бұрыс бөлшектер. Ал 5-тен 4 және 13-тен 12 бөлшектеріміз бұлар дұрыс бөлшектер. Яғни қараңыздар, дұрыс болады егер А кіші Б-дан болса. Яғни мына жердегі А деп тұрған әрпіміз Б-дан кіші болатын болса. Ал бұрыс болады егер А үлкен Б-дан болатын болса. Яғни осы ереже сақталу керек. Немесе үлкен не тең деп алайық. Мысалы қараңыздар. Бұрыс бөлшектерге тағы да бір мынандай санда кіреді. Мысалы 5-тен 5 деген сан. Яғни 1 деген санның өзі бұрыс бөлшекке кіреді. 1-ден 1 болатын болса, мысалы ол бөлшек болады және ол бұрыс бөлшек болады. Енді жақсы. Оқулықта мынандай тасыма берілген. 397 есеп берілген. Дұрыс бөлшектерді және бір қатарға, бұрыс бөлшектерді бір қатарға теріп жаз деген есеп берілген. Енді 397-ні мен бір-екі мысалын ғана айтып берейін. Мысалы, дұрыс бөлшекке теріп жазар едік, біздер 4-тен 1-де теріп жазар едік дұрыс бөлшекке. Сосын, мысалы, 5-тен 2 деген дұрыс бөлшек болады. Ал бұрыс бөлшекке 397 есепте мысалы 2-ден 3 деген бөлшек жатады, немесе 13-тен 13 деген бөлшек ол бұрыс бөлшек бола саналады. Осындай бөлшектер бұрыс бөлшектер жатады. Жақсы. Енді қараңыздар, тағы да бір тасыма. 398 есеп. 9 және 2 деген сан берілген. Сол 2 саннан сендерге дұрыс бөлшек құрастырыңдар дейді. Бірінші тасымасында дұрыс бөлшек құрастыру. 9 және 2 деген сан бар. Одан дұрыс бөлшек құрастыру үшін біз ол бөлшектің бөлімі алымынан үлкен болу керек. Яғни біз бөлшектің бөліміне үлкен сан жазу керек. Сондықтан біз 9-ды бөлшектің бөліміне жазамыз, алымына 2-ні жазамыз. Сонда 9-дан 2 деген сөз ол дұрыс жай бөлшекке кіреді. Дұрыс жай бөлшек. Ал енді кеттік ары қарай. Егер екіншісінде бізде 3 және 5 деген сан берілген, бұдан біз бұрыс бөлшек құрастыру керекпіз. Яғни бұрыс болу үшін бөлшектің алымы үлкен болу керек. Мына жердегі үлкен санымыз ол бізде 5. 5-ті бөлшектің алымына жазамыз. 3-тен 5 басында бұл бұрыс бөлшек болады. Бұрыс бөлшек.